Тек видеода айтқан осы техникаларды қолдану арқылы 19 жасында 2 каналын монетизацияға шығарған бір таныстарым бар. Және айына 500 мың теңгеден жоғары табыс тауып отыр. Олар тек осы жерде айтылған нәрселерді ғана жасайды. Бұл құпия емес. Өте қарапайым нәрселер. Бірақ көп адам дәл осы қарапайым нәрселерді елемейді. Осындай каналдар өте көп. Ешкім білмейтін, көрмейтін, бірақ камераға түрін көрсетпей-ақ үлкен ақша тауып отырған каналдар бар. YouTube студияға кірсеңіздер, кейде өз видеоңыз жаңа видеоңызды ұсынып тұрғанын көресіз. Міне, мүмкіндік дәл осы жерде. Егер осы видеодағы ақпараттарды дұрыс қолдансаңыз, каналыңыздағы өсуді міндетті түрде байқайсыз. Бұл үлкен, кіші, жаңа бастаған немесе бұрыннан канал жүргізіп келе жатқан барлық адамға қатысты маңызды тақырып. Сондықтан бұл видео өте ұзақ болады, өте пайдалы болады. Мүмкін болса аттамай, тіпті керек жерін түртіп отырыңыз. Бұл жердегі барлық ақпарат тегін, бірақ ішінде бұрын еш жерде айтылмаған өте маңызды нәрселер бар. Тегін екен деп немқұрайлы қарамаңыз. Тіпті мысалдармен де көрсетемін. Алдымен тамақ каналынан бастайық, бірақ мына нәрсені түсініңіз, бұл тек тамақ каналына қатысты емес. Қай канал түрін жасасаңыз да бәріне жұмыс істейді. Мысалы, сіз тамақ каналы жүргізесіз. Сіз ең жақсы торт рецепті, картоп рецепті, дәмді тағам деген сияқты іздеулер жасайсыз, поиск жасайсыз. Яғни YouTube'та сіздің нишаңыздағы адамдар не қарап жүргенін зерттейсіз. Мысалы, мен YouTube сабақтары деп іздесем, маған мен сияқты каналдар шығады. Сізде де дәл солай болады. Бірақ қазір өте маңызды нәрсе айтамын. Көп адам қарсылас каналын анализді жасырын страницалармен жасайды. Бұл қате. Себебі жасырын страницалармен ең үлкен каналдарды және ректе жүрген видеоларды бүкіл адамдар көріп жатқан контентті көрсетеді. Ал бұл дегеніміз қарсылас анализ емес. Бұл тренд анализі. Жаңа бастаған 5000 подписчигі бар каналдың қарсыласы 5 миллиондық подписчигі бар канал емес. Сіз өз каналыңыздан поиск жасаған кезде ғана YouTube сізге өзіңізге ұқсас каналдарды көбірек көрсетеді. Міне, шынайы қарсылас анализі осы. Сізге жақын перформанс алып жатқан каналдарды табасыз. YouTube сіздің видеоларыңызды миллиондық каналдардың жанында емес, өзіне ұқсас, яғни сіздің каналыңызға ұқсас каналдардың жанында тест жасайды. Сол үшін қарсылас анализі өте маңызды. Канал тапқандан кейін біз неге қараймыз? Каналды ашамыз, оның ішінде about, яғни сол канал туралы ақпаратын көреміз, каналдың тегтерін көреміз, видеоның тегтерін көреміз, ең көп қаралған видеоларына қараймыз, обложкаларына қараймыз, видеоның атауларына қараймыз, комментарияларында көріп шығамыз және жүктейтін уақыттарына шейін бәрін анализ жасаймыз. Мысалы, каналдың ішінде 2000, 3000, 5000 қаралым алып жүрген видеолар бар. Бірақ бір видеосы 150 мың қаралым алған. YouTube саған дәл осы жерде сигнал беріп тұр. Адамдарға осы қызық. Міне, өсу осылай басталады. Сосын біз бір видеолардың ішіне кіреміз. Мысалы, бір видео 2000 қаралым, екіншісі 3000, тағы біреуі 5000. Бірақ арасында осылардың ішінде, мен қазір пример ретінде де көрсетемін сіздерге, 140 мың, 70 мың, 200 мың қаралым жиналған видеолар да бар. Көп адам дәл осы жерде қате жасайды. Олар мына обложка әдемі екен, мына видео неге өтпеді деп ойлайды. Бірақ бұл анализ емес. Себебі оны видеоны алғашқы CTR, алғашқы аудитория, retention, recommendation test сияқты өте көп нәрселер анықтайды. Сол үшін мына обложка әдемі болды екен деп видео рекомендацияға шықпайды. Біздің негізгі мақсатымыз YouTube қандай видеоны рекке шығарғанын түсіну, яғни пуш жасағанын түсіну. Мысалға, каналдағы барлық видеолар 2000-3000 қаралым алып жүр, қарапайым. Бірақ бір видеосы 70 мың просмотр жинап кеткен, жоғары атып кеткен. Міне, осы видео бізге сигнал. YouTube саған осындай видео жаса деп тұр. Сен өзіңе ұнайтын видеоны емес, адамдарға ұнаған видеоны анализ жасауың керек. Бұл жерде тағы бір өте маңызды нәрсе бар. Көп адам тек просмотрға қарайды. Бірақ YouTube тек просмотрға қарамайды. Олар комментарийға да, лайкқа да, орташа қаралымға да, аудионың кері байланысына да бәріне қарайды. Мысалы, бір видео 15 мың қаралым алды, бірақ лайк аз, комментария аз, ретеншн төмен болды. Не болады? YouTube келесі видеоларыңа рекомендацияны азайтады. Сол үшін мен әрдайым айтамын сіздерге. Видеодан интеракшн, яғни кері байланыс алуға тырысыңыздар. Бұл жай сөз емес. Бұл алгоритмнің ең маңызды бөліктерінің бірі. Мысалы, тарих каналың бар делік сенің, видеоның басында Қазақстан қай жылы тәуелсіздігін алды деп сұрақ қоясың. Адамдар комментарий жаза бастайды. YouTube не көреді? Аудиенс актив, яғни аудиторияның активтілігін көреді, адамдардың қатысып жатқанын көреді,
контент engagement алып жатыр, яғни кері байланыс алып жатыр контентіңіз. Міне рекомендация осылай күшейеді. Көп адам мұндай қарапайым сұраққа кім жауап жазады деп ойлайды. Сен тек байқап көр. YouTube'да кейде ең қарапайым нәрселер ең күшті нәтижені береді. Енді ішіндегі ең адамдардың бағаламай жүрген стратегияларының біреуін айтайын. Көп адам мүлде қолданбайды. Қарсылас каналың видео салды ма, сен 30 минуттан кейін немесе 1 сағаттан кейін дәл соған ұқсас видео саласың. Неге? Себебі аудитория дәл қазір активный отыр. Яғни сол видеоларды қарап отыр активный аудитория. YouTube сол аудиторияға сенің видеоңды да тест жасайды. Міне рекомендацияның психологиясы осы. Көп адам видео жақсы кетіп жатыр, енді жаңа видео салмай тұрайын деп ойлайды. Бұл қате. Мысалға, көп адам тағы да мифқа сенеді. Жаңа видео ескі видеоны өлтіреді. Жоқ, керісінше. Бұл миф. Керісінше аудитория активный кезде жаңа видеоны салу керек. Өте күшті стратегия бұл. Тіпті сенің ескі видеоң жаңа видеоңды рекомендацияға итеріп жібереді. Студияға кірсеңіздер көресіздер. Мен қазір практикадан да оны да көрсетемін сіздерге барлығын. Мына жерде айтып жатқан нәрсемнің барлығын қазір екінші экранымды қосып көрсетемін сіздерге. Бұл видеоны ұсынған видеолар, яғни рекомендация деген бөлім бар. Кейде өз видеоңды рекомендация жасап тұрады. Міне өсу дәл осы жерде басталады. Бір видео рекомендация алды ма, сол аудиторияға тағы видео беру керек. Көп адам бұндай мүмкіндікті жіберіп алады. Енді тағы бір мифті бұзайын. Шортс ұзын видеоны өлтіреді. Жоқ, бұл да көп жағдайда миф. Әр канал әртүрлі, бірақ шортс салып ұзын видеода өсіп жатқан өте көп канал бар. Мен өзім де қолданамын. Мысалға, шортсым да бар, ұзын видеом да бар. Басқа үлкен каналдар да қолданады бұны. Сол үшін шортс салсаң канал өледі деген нәрсе, былайша соқырдың айтқан нәрсесі ғой оны. Оған ешқашан сенбеңіз. YouTube'да ең маңызды нәрсе миф емес, дата, яғни анализ. Сен рекомендацияны, CTR-ды, retention-ды, engagement-ті қарауың керек. Өсу бұл эмоциямен емес, анализбен болады. Сол үшін мен саған тағы бір нәрсені ашық айтайын. YouTube'да қазір жеңіп жатқан адамдар ең талантты адамдар емес. Олар анализ жасайтын, аудиторияны түсінетін, дұрыс тақырып таңдайтын адамдар. Көп адам маған осы видео ұнайды деп видео түсіреді. Бірақ аудиторияға ол қызық емес болуы мүмкін. YouTube'да өсу басталатын жер мына сұрақ. Адамдар не көргісі келеді? Міне осы. Енді тағы бір маңызды нәрсе, көп адам мен бәрін дұрыс істедім, неге видео өтпеді деп ойлайды. Бірақ YouTube'да кейде тайминг, уақыт, алғашқы аудитория және алғашқы CTR, рекомендация тесті бәрін шешеді. Сол үшін бір видео өтпеді екен деп тоқтап қалмау керек. Кейде дәл сондай форматтағы келесі видео жарылып кетеді. Мысалы, бір видеоң 2000 қаралым алды, сен дәл сол форматта тағы видео салдың, бір уақытта 80 мың, 100 мың, 300 мың қаралым алып кетуі мүмкін. Себебі YouTube әр видеоны қайтадан тест жасайды. Көп адам осыны түсінбейді. Олар өткен жолы өтпеді, демек бұл тема жұмыс істемейді деп ойлайды. Жоқ, кейде проблема обложкада, видеоның атауында, алғашқы хукта, алғашқы аудиторияда болуы мүмкін. Сол үшін YouTube'да тұрақтылық өте маңызды. Бір видео емес, контент сериясы жеңеді. Мысалы, сен YouTube'да өсу, монетизация, CTR, жасанды интеллект контент туралы сөйлейсің. Мысалға мен. Аудитория сені осы темамен таниды. YouTube'да түсінеді. Бұл каналдың аудиториясы осы. Міне, ниша осылай қалыптасады. Көп адам тағы бір үлкен қателік жасайды. Бүгінде гейминг, яғни ойын. Ертең тамақ. Арғы күні криптовалюта. Келесі күні кино туралы видеолар салады. Яғни ол жерде YouTube шатасып кетеді. Аудитория да шатасып кетеді. Сол үшін алғашқы этапта бір нишада тұрақтап қалу өте маңызды. Әсіресе кішкентай канал үшін енді ең маңызды жерге келдік. YouTube'да өсу үшін ең үлкен күштің бірі эмоция. Адамдар perfect видео көрмейді, яғни керемет видеоны көрмейді, эмоция беретін видео көреді. Сол үшін обложкада, тайтлда, яғни видеоның атауында және хукта эмоция болу керек. Мысалы, YouTube алгоритмі туралы дегеннен көрі YouTube'да көрінбей қалуың мүмкін деген әлде қайда күшті. Неге? Себебі ол жерде адамды сұрақ нәрселер туындыратын, ойында сұрақ қалдыратын нәрселер бар. Эмоция бар, қорқыныш бар мысалы. CTR көбінесе осы арқылы көтеріледі. Сенің аналитикаңда қазір ең маңызды сигнал бар. Impression өсіп жатыр, average duration жақсы, бұл өте күшті белгі. Яғни impression дегеніміз сені жоғары қарай көтеріп жатыр анализің. Орталама қаралу уақытың жақсы болатын болса, күшті белгі болады. Яғни адамдар кірген соң видеоңды көріп отыр. Бұл дегеніміз контенттің ішінде проблема жоқ. Қазір саған ең қатты фокус жасау керек нәрсе обложка, видеоның атауы және алғашқы 5 секунд. Міне, өсу осы жерде жатыр.
алғашқы 5 секунд бүкіл видеоны құтқарады немесе өлтіреді. Егер адам мынау қызық екен деп қалса, ретеншн өседі. Ретеншн өссе, YouTube рекомендацияға жібереді. Рекомендацияға өсетін болса, қаралым өседі. Қаралым өссе, подписчик та келеді. YouTube міне механикасы осы YouTube'тың. Сол үшін YouTube'та өсу сиқыр емес. Бұл анализ, аудиторияның психологиясы, дұрыс пакет және консистент, тұрақтылық. Осылардың комбинациясы. Егер осы видеодағы нәрселерді шынымен қолдансаң, каналыңдағы өзгерісті міндетті түрде байқайсың. Бірақ бір нәрсені ұмытпа. Көп адам 2 видео салады, 5 видео салады, нәтиже жоқ, сосын тоқтап қалады. Ал өсу көбінесе тоқтамаған адамдарға келеді. Сол үшін тоқтама. Анализ жаса, тест жаса, қайтадан жаса, үйрен. Міне өсу осылай келеді. Егер видео пайдалы болса, лайк басуды ұмытпаймыз. Пікірге сенің ойыңша YouTube'та ең маңызды нәрсе қайсысы? Осыны жазып кет. Ол CTR ма, retention ба, обложка ма және идея ма? Қайсысы? Осыларды пікірге жазып кет. Және міндетті түрде каналға жазылып қой. Өйткені келесі видеода YouTube'та қазір жұмыс істеп тұрған өте қауіпті, бірақ өте тиімді өсетін стратегияларды толық көрсетемін. Оны өткізіп алма. Келесі видеода кездескенше, Мәке блог YouTube'та дамудың жолын көрсететін арна.